sizben. Tanışkım keledi mening sizben. Aytыңыз atыңыз kim болады? Tanışıp görmegen burun sizben. Atımdı jönümdü bilmey-ақ қой. Әуре боп сыртымнан жүрмей-ақ қой. Аналарға, ауылдың жігіттері кетіп бара жатыр. Сусындап бара жатсыңдар ғой, мынау құлады ғой. Осымен бар ғой, бір далаға шықсам артынан шуап шығады ғой, шуап шығады. Bir үйде отырмайды ғой. Мамаңда көрі өзің сұқты екен. Шешем қысайым өзіме. Тек айнымайды екен. Көрдіңіз өткенде? Көрдім. Bir көйлек тауып еді, бір көйлегін менің қызым битті ғой. Аналарға не қылмай, Күлжахан апаңа бере салдым бір матан деді. Бере салды. Сөйтіп еді аналар төбе жұртысын жаңағы Сәкімнің қызы деп өзінше не қылдым дейді. Аған жерінде ән айтатын адам жоқ болдық қазір. Отырыстардың сән еді ғой баяғыда отыр. Әнеуіңе Шымкентке барғанда айттым ғой. Ән айтып отыру керек отқан жерде. Бірақ көтере алмай қалады. Өзім де Құдайдан сұрап, адамнан сұрап қалғанмын ғой. 15 бала сөйлеп қалды кешегі. Одан жылап еңіреп, ел боп, жұрт боп, қарақойлықтар қайтып қосып, мына Малдыбайды әкем істегесен көп тұрған екен. Иә. Өкімет болып. Сол ерте тұрғанда 15 бала туған. Содан көз қатты. Содан Тоқтабай атқаннан кейін сіз келдіңіз өмірге? Содан Адиманнан киіндірші, айналайын, ақыңды берейін, киіндірші. Содан қойын. Молдеке, есікті қағып тұр біреуде. Үйдіріп тұр, Молдеке біреу қағып тұр. Жүгіріп барып есікті ашса, екі адам кетті. Кеттін деп. Елге табылы от, жауын құйыпты, боран бопты. Соңғы кіріңіздер. Бірінші Құдай, екінші сіз деп белгіледім мен. Екеуің бір тамға жатыңдар. Алланың көрсеткен аяғын айтасыңдар ма? Ал енді сен не көрдің дейді. Мен көрдім, бір иығымда көккіл, бір иығымда қызылғы екі қиынып, жайнап келіп тұрды. Екі гүлге кезек қарап жатып қанатсызым дейді әкем, жылап жіберек. Құдай, сағында бір ой берсін онда, бір қыз көресің дейді. Сөйткенде қызым менмін. Жаңа елді айтып отыр ғой, мен қоян екен, мен жылым. Сөйткен қызым мен дейді. Біреудің сұрап алған ерке қызымын деңізші. Мұқсайды. Қысайды, Мынау күйген. Апам да ауылдың қариясы болып қалды. Кеше менің апам кетті. Ауылдың үлкен еді, апа. Иә. Менің ненем үлкен. Менен үлкен. Үлкен ғой енді. Одан кейінгі қалған қариялар кім? Екіде ме? 93 деп қойдық қой. 93 деп қойдың ба? Мен 82-мін. 82-мін. Өкімет бойынша 84-ке келдік. 36-мын. Рахмет, ауылдың адамдары шіркін мықты ғой. Тікесінен тік тұрып апамда қызмет қылды осы ауылдың адамдары. Ой, пырмай, таңғы 7-ден келіп. Айша, бірден енді. Мен келін бар ма? Енді ол енді ауырып ит жерік болып жатыр екен, естідім енді, оны түсіндім енді. Қалған қазанның бәрін 4 қазанға 4 жақтан жабылай кетіп, айналайын ауылдың адамдары. Мықты кісі. Ауыл жақсы. Қаладашы шақырсаң кіреді, шақырмасаң не отқанды білмейді. Бірін бірі білмейді. Аллай риза болдым. Анау үйге көлді іші жұмырты беріңдер одан көтеріп кетті ғой дәу өтірім. Кім? Холодильникке қойсын деп бір аяқты қойғыздық соң үйіне. Кім? Бақтыштың келіні ма? Бақтыштың үйіне. Олаң, ағайын жеңгелеріміз, үлкен рахмет сіздерге. Сіздердің арқаларыңызда апамызды аттандырдық. Мына тіршіліктің барлығын жұрт таңғалып жатыр. Міне ауылдың адамдары қандай керемет, көрші қолаң қандай, ағайын қандай, тік тұрып қызмет қылдыңыздар. Сол апамыздың жасын берсін сіздерге. Рахмет үлкен. Айтқаның кез. Осындай үлгілі ауыл болып жүре берейік. Рахмет. Әдейін еттідағы айтып отыр жаңа. Ана Айшаның үйінде болдық қой бәріміз жаңа. Чайды қойып тастырған дәдімліп. Ойбай, сондай кезде мені шақырмайсыздар, өздеріңіз шай ішесіздер бөлініп. Қазір пәле қылмасам бар. Мен шақырмай шай ішіпсіздер. Жоқ, мен барып едім, дереу ішіп шай қойды ғой. Енді мені апам сағынғанда сізге жүгіріп кеп құшақтап тұрам ғой. Енді қашанғы жолдас болады дейсің. Қойшы апа, жүре берші, немене? Бәрің асылып қайға барасыңдар? Түскенін жаза берем. Апам байқысы үйде кілсін, келдің ба деп қояды. Сізді көреді ана терезеден. Терезеден қарайды. Күлжахан жүр ма дейді. Анау Күлжахан ба дейді. Әл шапқылап жүрейді. Кішкентайымызды мен
18 20'mda keldim, 20'mda keldim. 21'imde piyaz tuttum. 22'imde mi? Сол кезде менің апам бар ғой үйде. Бар. Дариға Астанада оқып жүр. Сентябрьде кеткеннен әлі келген жоқ. Қалай шыдап жүр Дариға апа? Мына қураған қушатын шығып отырған. Жарасып тұр ғой шаш. Дариға апа жылап жүр ме, жыламай жүр ма? Дариға жылап жүр ме екен? Апа, ауылды сағындым. Кесеңші деймін. Майда барам. Майда бар. Майда өзі бітеді ғой. Дариғаға сәлем айтайын. Дариға, біз де сені сағындық. Ауыл аман есен. Отырмыз мінекей. Бізде күн жылы, айтшы Дариғаға бірдеңе. Шықтым да. Шықпайды ол өзі. Айта бересің. Айта бердің. Қаяқтасың Дариға? Астанада қой апа тегі. Білесіз қой. Басқа айтыңыз. Мектептесің бе? Колледжде. Қалай жағдай деп сұрса енді? Қалай жағдай? Бізде сені сағындық. Бізде сағындық дейді. Кешезбен кеткені кетің тамақ ішіп отырғанда алдық қой. Көрдік түріңді де көрдім. Ойналайын. Ойналайын, жыламай жүрістеден. Жылама көкі. Болды. Адам боларсың. Адам болмақ деген сондайдан болады. Астана суық шығар, жаурап жүрген шығар. Ой, қар деген керемет. Ой, өткенде адам ұшатындай болыпты ғой, масқара болғанда. Масқара де, қарды. Бізде мынау көктем шығып жатыр, даламыз қара Дариға. Бізде көктем, аха. Мінекей, көк шыға бастады. Киімсіз отырмыз мінекей. Ал, жақсы оқы, абыройды асқақтатып. Жақсы. Жақсы болып жүрейғіз, атымызға кір келтірме. Осы жерден сені ұзатамыз әлі алда. Иә. Амансыздар ма? Біз мына өзіміздің ұнататын талымыздың түбінде апаммен бірге отырмыз. Апа сәлем деп қойыңызшы, сағынған жүр, кетіп жатыр. Неге түсірмейсің, қайда дейді сізді. Апам қарап жүрмейді, өлең шығарып жүреді. Ай, кімді іздедіңдер? Сәлем. Миша, кетпеңдер, өз кайфымыз өзімізде отырмыз. Жоқ, жаңа атқа мініп кеткен. Бар жүр. Ал айтшы апа, қайсың? Қайсын айтайын? Дәрігер қызды айтайын. Аха, дәрігер қыз. Бізде дәрігер бір қызы бар, десем аты жұлдызы бар. Ол жоқ жерде жүрегім, бірде жалыны бірді қар. Қалма өшін өкініп, бір жолға айтсам өтірік. Көрдім дағы өзіңді, жазылып кеттім дер едім. Ой деген екен Тым жоқ. Қайда кетті дауыс? Жастағы дауыс қайда? О, шыңғырлау сөйді ғой. Соның бәріне бой бермеу керек қой апа? Бой бермейтін. Қартқа бой бермеу керек. Жеңге кетсе қыдырып, кешке де түн жүріп, аға үйде отырар, құрт қайнатып май шайқап, біздің ағай тамаша. Өзіне айнымайтын апа. Қараш, екеуміз айнымайды дейді. Мұрынды қара. Жоқ, бұрынды қараш, айнымаймыз ғой. Сен қандай ғана осындай боласың дейді маған жұрт. Ал мен осындай болайын. Шапқылап, әлі күнге дейін тіршілік істеп. Мұнаның бәрі бір емес, үш күйді ғой. Үш күйді айтпесе қас қалың еді. Қас қалың еді, үш ойбай, күйді ғой. қазір апам тынып отқан жоқ. Қара, ана отынның бәрін тазалап жинайды. Келбелейіп кетпе менің қасымнан, қызғалдағым тәңірінен ашылған. Сезім жүрген ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауын, жаңа жауып басылған. Анай, сиқымның қыздарын қара деп отқан жаңақта. Ай, міне, сиқымның қыздар жарып отыр. Су іздеген деген бар. Жарсын. Білем ғой бәрін. Жаңағы су іздеген бір жігіт, бір қыз. Тоқтаңыз, сұлу қыз, су іздеген. Танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз, атыңыз кім болады? Танысып көрмеген бұрын сізбен. Ол да бір керемет. Аты жөнім неге керек айтшы жар. Хей, анаған киіндір, ей! Талдың үстіне міне маған қарашы ананың, ей! Бараннан үстіне киген!